Адам бір жыл бойы мүлдем ұйықтамаса не болады? Мұны бір ютубер тексерген болатын. Оның аты Рикард, жасы 40-та және Филадельфия штатында тұрады. Ол татуировка салумен айналысқан. Ютубта оның 1-2 каналы бар. Ол жерге көбіне жұмыс процесін салып отырады. Бір күні 2015 жылы оның өмірі түбегейлі өзгереді. Рикардтың зәр шығару жолдарында инфекция пайда болады. Бірақ ауырса да ол жұмысқа баруын тоқтатпайды. Өкінішке орай оның медициналық сақтандыруы болмаған және тексерілу үшін ол дәрігерге де бара алмайды. Сөйтіп ол екінші жұмысындағы бастығына барып кеңес сұрайды. Себебі ол да жақында ұқсас аурумен ауырған екен және қалдық антибиотиктары бар болып шығады. Ол дәрілерін Рикардқа береді. Сөйтіп үйіне барып дәріні қабылдағаннан кейін 1-2 күн ішінде жағдайы жақсара бастайды. Бірақ 3-ші күні түнде бір түрлі түсініксіз жағдай болады. Оянғанда оның айналасы қозғалып, жер сілкінісі сияқты сезімде болады. Бірақ бәрі тып-тыныш, жер сілкінісі жоқ. Бұл оның басы айналып жатқан болатын. Оның жағдайы қиындай бастайды. Қолы мен белі әлсіз болып қалады. Сонда да ол бар күшін жинап жұмысқа барып отырады. Бірақ шамалы уақыттан кейін оның басы айналып, денесі мүлдем әлсіреп қалады. Кешке үйіне келгеннен кейін ол дәрігер қарындасына хабарласып, антибиотик ішіп жүргенін айтады. Ол тұрып, бәрін дұрыс қабылдап жүрсін дейді. Сөйтіп ол дәрі қабылдауын жалғастыра береді. Ал жағдайы одан сайын нашарлай түседі. Рикардта бүкіл денесі жанған сияқты сезім пайда болады. Оған қоса бүйрегі мен бұлшық еттері де ауыра бастайды. Мұнда нақты бірдеңе дұрыс емес. Бірақ жазылып кетем деген оймен ол дәрі қабылдауын тоқтатпайды. Бірақ ауруы шыдауға мүмкін емес болғаннан кейін ғана ол барлығын тастайды. Бір күннен кейін оның денесінің ауруы мен зәр шығаруы да қалпына келеді. Бірақ түнде ұйқыға жатқанда ол мүлдем ұйықтай алмайтынын түсінеді. Ол түні бойы тек жата береді. Ұйықтап кете алмайды. Соның кесірінен ертеңінде күні бойы сүйретіліп жүреді. Бұл уақытта оның туылған жері Индонезиядағы анасы ауырып қалғаны белгілі болады. Енді амал жоқ. Ол Филадельфиядан Индонезияға ұшып келеді. Енді ол өз елінде дәрігерге көріне алады. Дәрігер оны тексеріп шығып, сенде ұйқысыздық ауруы. Сәл ұйықтап алсаң барлық аурудан жазылып кетесің дейді. Сөйтіп ол Рикардқа ұйықтататын дәрі береді. Үйіне келгеннен кейін ол берген дәрілерді іше бастайды. Бірақ қанша ішкенімен әсер жоқ. Мүлдем. Теория бойынша адам көп уақыт ұйқысыз жүрсе, ішкі органдар жұмысын тоқтатады делінеді. Және соңы қайғылы болуы мүмкін. Сөйтіп бірнеше айдан кейін 2016 жыл болады. Ал ол әлі Индонезияда. Оның ауырғаны соншалық ол орнынан тұра алмай қалады. Енді оған Америкаға оралу тек арман болып қалады. Сонымен ол болып жатқан жағдайдың бәрін видеоға түсіріп ютубқа сала бастайды. Ол жерде ол өзінің ауруы қалай өтіп жатқаны туралы және мүмкін емі бар болса көмек көрсетіп пікірлер жазуын сұрайды. Ол тіпті дәрігерлерге оған эксперимент жасауын өтінеді. Егер әрине көмектесетін болса, ол барлығына дайын болды. Сөйтіп ол түні бойы өзінің ұйқыға жатқанын түсіріп отырады. Бірақ бір түсініксіз зат, ол енді ұйқыға кетіп бара жатқанда оның денесі Рикардты жұлқып оятып жібереді. Арада бірнеше ай өтеді. Оның ұйқысыз жатқанына шамамен 1 жыл уақыт болған. Ауруы жайлап оның денесіне ғана емес, миына да әсер ете бастайды. Рикардта деменция басталады. Кейінгі видеоларында ол түсініксіз әңгімелер айта бастаған. Және 2016 жылдың аяғында ол тағы бір видео түсіреді. Бірақ бұл оның соңғы видеосы болды. Ертеңінде оның денесі күресуді тоқтатып, төсекте жатқан денесі табылады. Бұл ауру өлімге әкелетін сирек кездесетін неврологиялық ұйқысыздықтың бір түріне жататын анықталған. Оның денесі ауырып, ұйқысыздыққа шалдығу себебінің бірі дененің антибиотикқа реакциясы невропатияға алып келген делінеді. Ал менің бүгінгі айтарым осы. Каналды қолдап, пікір қалдырып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.